Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ардагерлерге құрмет көрсетті. Ұлттық компания ұлы жеңістің 69 жылдығына орай сұрапыл соғыстың тірі куәгерлеріне дастархан жайып қонағасы берді. Елордада ұйымдастырылған шараға 100-ден астам майдангер қатысты. Толығырақ тілші материалында. Қарт майдангерлер үшін бұл әуен жақсы таныс. Әр жыл сайын жеңіс мерекесін осы жігерлі әуенмен қарсы алады. Сондықтан ұлттық компания өкілдері де ардагерлерді сән салтанатымен кернейлетіп қарсы алды. Гүл шоқтарын ұсынып, қаржылай сый-сияпат жасады. Төрге оздырып, төбелеріне көтерді. Аста-төк дастархан жайып, жыл жұмсағын алдына қойды. Жаманқұл Ақсақал Ұлы Отан соғысына 1943 жылы 17 жасында аттанған. Украина жерін жаудан азат етуге қатысып, соғыстың зардабын бір кісідей тартқан. Қолдан жаралы болдым. 6 ай жатып, қайтадан тағы бардым соғысқа. Сол Украина фронты. Екінші рет барғанда сол кеудеден тиіп, ауыр жарақат жүре алмай. Содан Москваға кеп операция жасап, оқты алып, содан 6 ай курортқа жіберді ар жағында, Ессентука деген. Сонда жатып, содан жарамсыз деп елге оралдық. Мерекелік шараға 100-ден аса соғыс және тыл ардагерлері қатысты. Олар отты жылдардың азабы мен ауыртпалық жайында естеліктер айтты. Құрмет көрсетіп, қамқорлық танытқан үшін ұлттық компанияға алғыстарын жеткізді. Бізге жеңіс сыйлап, бейбіт өмірдің бесігіне бөлеген ардагерлерге қамқорлық жасау баршамыздың ортақ міндетіміз дейді ұлттық компания өкілдері. Елімізде ардагерлерге құрмет көрсету бір дәстүрлі ұлттық мереке болып саналады. Сондықтан енді біздің де Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы бұл шараға белсенді қатысуда. Әрбір мұнай өңірінде осындай кездесулер ұйымдастырылады. Ұлттық компания майдангерлерге құрмет көрсетіп қана қоймай, олардың ерлігі мен еңбек жайлы кітап шығаруды да қолға алыпты. Мұндай игі шаралар компанияның атынан еліміздің әрбір өңірінде іске асырылып жатыр дейді шараны ұйымдастырушылар. Өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі болған ардагерлердің ерлігі ұмытылмақ емес. Жандос Жұмабек, Ануар Тәуекел, Астана.